Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Сайынова Кенжегүл Әсетқызы, құжаттарды жинақтау, өңдеу және каталог ұйымдастыру бөлімінің кітапханашысымын. Қазіргі таңда облысымыздың кітапханаларында веб-радио бағдарламасы іске қосылуда. Сол бағдарлама бойынша мерзімді басылымдарды тіркеу дәріс сағатын сіздерге ұсынамын. Сақтаған Бәйішев атындағы Әмбебап ғылыми кітапханасы республикалық және ресейлік мерзімді басылымдарға жазылады. 2020 жылғы барлығы 141, оның ішінде 42 газет және 99 журналға жазылды. Веб-радио бағдарламасы бойынша осы келіп түскен газет журналдарымызды біздер модуль комплектованияға тіркейміз. Модуль комплектованияны ашамыз. Соның ішінде біздерге регистрация газет журнал ашамыз. Осы ашылған газет журналдар, регистрация газет журналдарына осындай поле ашылады. Осы неге добавить арқылы кіргіземіз. Ең бірінші жазған кезімізде біздер газетті біздер Ақтөбе газетін жазамыз. Ақтөбе деп таңдаймыз. Ақтөбе деп жазамыз. Ақтөбе. Индексін жазамыз. 66420 деп. Оның шыққан күнін, қай жылы шықты, сол журналдың, газеттің қай жылы шыққан жылын жазамыз. 1924. Язык основного текста дейді. Ол қандай тілде? Қазақ тілінде. Қазақ. Таңдаймыз қазақшасын. Тиражын жазамыз. Мысалы, 1000 дана. Объемын жазамыз. 5 бет. Выходит, біздерде Ақтөбе газеті бір жылда 152 номер шығады екен. Осы 152 номер жазамыз. Бір жылда біздерде 360 күн болады. Соны көрсетеміз. Сосын міндетті түрде бағасын жазамыз. 11674. Өзі программа автоматически түрде, міндетті түрде бір газеттің бағасын шығарып береді. Осыны біздер сақтаймыз, сохранить. Осы тіркеп болған газетімізді біздер номерлейміз. Номерлеу үшін поступлениеге барамыз. Поступлениеге барған кезінде міне газеттің қай күні шыққан күні, дата издания. Соны жазамыз. 3 сәуір. Біздің кітапханамызға да 3 сәуір күні келіп түсті. Номерін жазамыз. 35. Бұл біздің өлкетанудан шыққан газеттерді біздер подписка деп таңдаймыз. Количество экземплярға 1 дана. Сақтаймыз. Не біздерде сақталды. Дәл осындай қылып журналды да кіргіземіз. Журналды кіргізген кезімізде де осы добавить арқылы барамыз. Осан жазамыз. Мәдениет деп журналды жазамыз. Журнал деп таңдаймыз. Журналды обновить етеміз. Добавить. Мәдениет. Индексін жазамыз. 25225. Бұның да қай жылы, год основания қай жылдан бастап шыққанын көрсетеміз. 2006 жылғы. Язык основного текста тілін көрсетеміз. Қазақша. Тиражын көрсетеміз. Бет санын көрсетеміз. 60 бет. Выходит, шығады. Бір жылда неше журнал шығады? 12 журнал шығады. Бір жылда 360 күн болады. Соны көрсетеміз. Міне біздерде міндетті түрде автомат түрінде көрсетілді. Осы журналдың бағасын көрсетеміз. 5776. Бұны да сақтап шығамыз.
Сақтап шықтық. Енді осыны біздер номерлеуіміз керек. Номерін көрсетуіміз керек. Мәдениет. Мәдениет. Бұда да біздер номерін жазу үшін поступлениеге барамыз. Поступлениеге шыққан күнін көрсетеміз. 16 март күні шығылған. 16 март күнін таңдаймыз. Біздің кітапханамызға 03-20 жылы келді. Сол келіп түскен числомызды көрсетеміз. Бұған да номерін жазамыз. 3-ші номер. Тип экземплярға бұл уже енді бізден подписка емес, бұл республиканский. Подписка республикалықты таңдаймыз. Количество экземплярға 1 дана деп көрсетеміз. Бұны да сақтап шығамыз. Сақтадық. Міне. Журнал міне сақталмай себебі біздер инвентарный номерге 2020 жылы деп жазуымыз керек. Өйткені осыны көрсетпесек, бізде программа сақталмайды. Енді сақтаған кезімізде міне поступление сохранено. Сақталып шықты. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.